біз варикоцеленнің ауруының үш деңгейі бар деп айтамыз асқынысына байланысты. Оның барлығына операция жасаудың қажеті жоқ. Егер де соның операция жасау керек еместігін анықтау үшін спермограмма тапсыру міндетті түрде. Егер де варикоцелия ауруы осы спермограмманың мынау қимылына, қозғалысына, процентіне әсер етіп жатса, міндетті түрде спермограмманы көре аламыз біз. Өйткені варикоцелия ол температураның жоғарылап, ол сперматозоидтардың нашарлауына алып келеді. Пісіріп тастайды дейсіз ғой, былайша айтқанда, түсіндіріп айтатын болсақ. Спермограмма дегеніміз ол ұрықтың жылжуы, сапасын тексеретін дүние. Ол анализді тапсыру ауыртады ма, қалай болады, қиын ба деген сұрақ туындауы мүмкін ер адамдарда. Спермограмма тапсыру ол ешқандай да ауырсынсыз өтеді. Тек кішкене енді дискомфорт болуы мүмкін, себебі бұл нәрсе мастурбация арқылы жасалады.